Баршаңызға қайырлы күн. Күмістің қасиеті туралы не білесіз? Бүгін біз сіздерге күмістің қасиеті туралы айтып береміз. Бейнені соңына дейін қараңыз. Қазақи білім мен ғылым жетістіктерінің ең биік шыңдарының бірі ата-бабаларымыздың күмісті ойлап тауып, оны кең көлемде пайдаланғандары болды. Қазақта ит аяғына салу деген ертеден келе жатқан дәстүр бар. Жас келіншек бір ауылға қыдырып барғанда, не есік көруге шақырғанда, әйелдер не үлкен әжелер оған ит аяғына сал деп сақина, күміс, жүзік сияқты заттар береді. Ит аяғына салу деген келіншек босанып, баланы шаранасынан жуатын суға, яғни шілде суына әлгіндей күміс жүзік, күміс сақина, күміс түйме сияқты заттарды ыдысқа салып жіберіп, нәрестені жуады. Жуып болғаннан кейін әлгі заттарды сол жердегі әйелдер ырым қылып, бөлісіп алып, мәз-мейрам болып тарасады. Әлі есімде, бала кезімізде біздің үйдің бесігінде күміс қоңырау сылдырлап тұрушы еді. Анамыз бәріміздің киімдерімізге күмістен ілгек, теңге, тағы басқа әшекейлер тағып қоюшы еді. Өзінің де барлық әшекейлері күмістен болатын. Ежелгі қазақтар қолында киімінде күміс әшекейлері жоқ әйелдерді қазан ошаққа жолатпаған. Кей өңірлерде онсыз пісірілген асты арамға санаған. Бұл дәстүр көрші Түркмен елінде күні бүгінде де қолданыста бар. Қазақ дәстүрі бойынша әжелер күміс сақинасы мен білезігін келініне сыйлаған. Қолындағы күмістен соғылған білезігін ұлының алған жарына сыйлауы ененің келініне тапсырған аманаты. Менің жолымды жалғастырсын, отаудың түтіні түзу шықсын, осы білезік үзілмей қолдан қолға өтіп, шаңырақ кеңейе берсін деген ырым. Енесінен сыйға алған білезікті келіні ертеңгі күні өзінің келініне сыйлауы шарт. Демек, күмістің пайдалылығы ежелден белгілі. Сонау ерте замандарда қазақ пен қалмақ соғысып жатқан кезеңде сол жерде бір жұқпалы ауру пайда болып, қалмақ қолы сол кеселден баудай қырылыпты. Ал қазақ сарбаздарының еш қайсысына бұл кесел дарымаған. Кейін зерттеушілер бұның басты себебі қазақтың қару-жарағы мен ат әбзелдерінде күмістің мол болуынан деп тұжырым жасаған. Дана халқымыз күмістің көптеген жұқпалы кеселдерге қарсы тұратын қасиеті барын ежелден ақ білген. Күмістің пайдасын әу бастан ақ бүкіл әлем елдері толықтай мойындаған және қолданған. Әлемге әйгілі патша Ескендір Зұлқарнайын жорыққа шыққанда күміс құтымен бұзылмайтын керемет шипалы су алып жүреді деген аңыз бар. Оның жауынгерлері су ішетін торсықтарына күміс теңгелер салып жүреді екен. Ал судың ерекше қасиетке ие болып, бұзылмай сақталуы күміс ыдысқа байланысты көрінеді. Үндістанда, Египетте, Ресейде күміс қосылған суды түрлі ауруларға ем ретінде пайдаланған. Ежелгі Ресейде де құдыққа қой басындай күміс тастайтын болыпты. Бұл адамдардың жұқпалы аурулардан аман қалуына көмектескен. Мысыр фараоны Менез заманында күміс алтыннан 2,5 есе қымбат болған. Одан күміс теңгелер, зергерлік бұйымдар жасаған. Тарихшылар ертедегі вавилондықтар мен гректер күмістің залалсыздандыратын қасиетін ескеріп, патшалары пайдаланатын ауыз суды күміс ыдыстарда сақталғанын анықтаған. Бұны археологтардың қазбаларынан да кездестіруге болады. Біздің заманымызға дейін 4000 жыл бұрынғы патшалардың қабірлерінен де күміс ыдыстар табылған. Әйгілі Геродоттың жазбаларында да парсы патшасының
суды күміс ыдыстарда сақтағаны көрсетілген. 2,5 мың жыл бұрын Парсының Кир патшасы жорыққа шыққанда жауынгерлері ішетін суға күміс салып қоюды арнайы тапсыратын болған. Күміс судың бұзылмауын қамтамасыз еткен. Күмістің адам ағзасына еш кері әсері болмайды. Аталарымыз мұны жақсы білгендіктен ежелден қолданып келеді. Күміс қасықпен ас ішкен, күміс ыдыстан су ішкен, оның көмегімен түрлі ауруларды емдеген. Қару-жарақтарының қыны, ат әбзелдері күмістен болған. Зергерлік күміс әшекей бұйымдар, күміс сырға, күміс білезік, күміс сақина, күміс алқа, күміс сағат, күміс медаль, тағы басқа жасап тағып, сәби дүниеге келгенде нәрестені күміс теңге салынған суға шомылдырып, баланың күні күмістей жарық болсын деген жоралғы жасаған. Бүгінгі ғылым күмістің қасиеттері жайлы мынандай қорытынды жасап отыр. Күміс бактериоциттік және антисептикалық қасиетке ие, әрі қабынуға да қарсы әрекет ете алады. Бір сөзбен айтсақ, табиғи бактериоциттік металл бактерияның 650 түріне қарсылық білдіре алады екен. Күмістің емдік қасиеті бүгінгі медицинада да толықтай дәлелденген. Қазақ емшілері өте ерте заманда күмістің қасиетін ерекше бағалаған болатын. Бұл металл түрінен жасалған әшекей бұйымдарды тағу денсаулыққа пайдалы. Жүрек пен жүйке жүйесін қалпына келтіріп, асқазан мен бас ауырғанды басады. Шаршағанды сергітіп, күйзелістен арылуға септігін тигізеді. Нағыз қазақи білім мен ғылымның желісі деп осындайды айтуға болады. Біздің аталарымыз бұдан сан мыңдаған жылдар бұрын күмістің қасиетін біліп, оны пайдаланып жүргенде, қазіргі дамыған ғылымның қауқары оның сырын ғана ашқанына мәз болып жүр. Бұл дәстүрдің жалғасуы ұрпағымыздың әр түрлі жұқпалы аурулардан аман болуының кепілі болмақ. Оған күмәндарыңыз болмасын. Қазақи білім мен ғылымның кереметтері жайлы мұндай мысалдарды ондап, жүздеп, мыңдап келтіре беруге әбден болады.